Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі сабағымызда сұхбатымызда сабақ кестесінің уақытын енгізуді үйренеміз. Менюдан настройкиді басамыз, настройка журнала. Сосын учебник перед полностью, болмаса одной неделю таңдаймыз. Редактировать время, мына жерден қажеттісін таңдаймыз. Редактировать время занятияны басамыз. Мына жерге жылы жоқ болса добавить дейміз. Учебный год көрсетеміз, семестр көрсетеміз. Сосын максимальный количество смена енгіземіз, сосын добавить басамыз. Енгізіп болғаннан кейін мына жерде шығады. Шыққаннан кейін мен басамыз. 2020-2021 оқу жылы. Технология обучениесін көрсетеміз, сосын сменасын көрсетеміз, сосын сабақ кестесінің уақытын енгіземіз. Төрт бара енгізіліп тұр, енді тағы да қосатын болсаңыз добавить дейсіз, уақытын көрсетіп сақтайтын етесіз. Осымен сабағымыз бітті. Назарларыңызға рахмет.